Ассалаумағалейкум көпшілік. Бүгінгі көрсетейін деп тұрған құралымыз күнделікті пайдаланатын шарошка, яғни тазалағыш. Екі жағымен де тазалайды. Бұнымен сыртқы бетін трубаның, бұнымен ішкі бетін. Оны қалай тазалаймыз, қазір біз сізге көрсететін боламыз. Мысалы, осындай труба 6 мм нержавейка, оны дейтін былай қоямыз да. Және де осылай тазалаймыз. Сыртқы бетімен де. Бұл жерде ескере кететін бір жағдай, трубаны былай тазаламау керек. Оның ішіне қоқыстар ішіне кетеді. Былай басын төмен қаратып тұрып тазалау керек барынша, мүмкіншілік барынша.